Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осындай тез қолда бар заттармен өте оңай 5-ақ минутта дайындалатын сыйлық түрлерін көрсететін боламын. Әйел адамдарға да, ер адамдарға да қатысты кішкене шағын идея бергелі отырмын. Кез келген мейрамдарда да жасай берсеңіздер болады. Яғни жай қарапайым ғана заттарды керемет сыйлық ретінде оформление жасап әдемілеп берсеңіздер, ол алушы адамға да өте күшті көңіл күй сыйлайды. Қараңыздар, менде мынандай заттар бар. Қолымда осындай бар заттарды қолданамын қазір. Мынау наполнитель деп аталынады. Мына жерде мынау кез келген дүкенде сатылады. Және де осындай өзіңізге қажетті кез келген көлемдегі қорапшаларды аласыздар. Және де мына жерде мынандай қорапшалар бар менде дайын. Бұл кондитерский магазиндерде сатылады. Мынандай шампуньдер алдым. Және копилка, бокал деген сияқты мысалға келтіріп жатырмын. Мына кремдеріміз, осындай сүлгілеріміз, үлкен кіші осындай заттарды алдық. Енді мына жерде сүлгіні, үлкен сүлгіні осылай етіп бүктеп шығамыз. Формасын келтіріп аламыз осылай. Қараңыздар міне. Және де кіші сүлгімен осылай етіп жаға жасаймыз. Рубашкамыздың жағасы болады. Мына жерде кішкентай сүлгімен галстук жасап қоямыз осылай. Қараңыздар. Енді мына жерде мен духи, парфюм және шампунь қостым. Міне нәтижесінде осындай менде сыйлық болып шықты. Мынаны енді жылтыр қаптағышпен қаптап, әдемілеп лентасын байлап, орап қойсаңыздар, бұл да бір керемет ерекше зат болып шығады. Ерекше сыйлық. Екіншісінде біз осындай үлкен сүлгіні аламыз. Өздеріңіз білесіздер, кез келген түсті қолданасыздар, кез келген өзіңізге ұнаған түсінде бірдей қылып алсаңыздар да болады бір түсте. Менде екі түрлі түс болған соң барында қолданып жасай берейін дедім. Сіздерге тек көрсету үшін. Мына жерге біз енді кардон саламыз. Осылай кардонны қырқып әдемілеп салатын боламыз. Қараңыздар. Бұл формасын ұстау үшін бүктеген кезде бізде мынау кардон кішкене қаттылық береді. Осылай тығыз емес, босқа бүктейміз. Екіншісінде осылай ораймыз. Орап алдық. Енді белін осылай лентамен әдемілеп сандық үшін байлаймыз. Бұл бізде қазір торт болады. Торт формасындағы осындай сыйлық болады. Міне үстіне кішірек сүлгі қойып, қасына осындай кез келген заттарды қоссаңыздар болады. Ванный комплект болып шығады. Сонда міне қараңыздар, міне осындай гүлмен әдемілеп сәндеп қойсаңыздар, бұл нәтижесінде осындай сыйлыққа айналады. Өз білгендеріңізше сәндейсіздер. Енді сіздерге мен тек қана бағыт беріп жатырмын, нұсқауын көрсетіп жатырмын. Оны есіне салафанға байлап, енді әдемілеп бересіздер. Мына жерде енді қорапшамыз, жаңағы ішіне наполнитель толтыратын қорапшамыз. Бұл осының ішіне төсейтін боламыз, астыңғы бөлігіне, ішкі жағына өстіп наполнитель толтырамыз. Міне қазір міне. Енді осыған өздеріңіз кез келген қалаған затыңызды, яғни сыйғанынша салатын боласыздар. Менде мысалы мына жерде шампунь салып отырмын. Бұл әйел адамдарға арналған сыйлық. Міне крем және де гүл салып қойдым сәндік үшін. Және де белін осылай лентамен байлап қойсаңыздар, тіпті әдемі көрінеді. Қалаған гүліңізді былай қоясыз, болмаса былай қоя саласыз деген сияқты. Енді ер адамдарға осылай сүлгіні байлап аламыз. Осылай копилка салдым мен, парфюм салдым, және шампунь салдым, және де крем осылай, немесе қол жуатын сабын деген сияқты. Нәтижесінде бізде осындай сыйлық шығады.
Бұны да қаптап салфанмен әдемілеп орап, лентамен байлап әдемілеп берсеңіздер де болады. Міне нәтижесінде біздің бүгінгі сабағымызда осындай қарапайым заттардан қарапайым ғана сыйлық құрастыруды көрсеттім. Қош сау болыңыздар, келесі кездескенше.